Асканур каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен баклажан сарихами салатын жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Керек заттардың барлығын видеода көрсетіп жазып қойдым. Енді бұл жерде тек қана ең бастысы филеміз бен баклажанымызды қуырып алсақ болды, қалғаны тез жиналады. Филемізді жалпақтау етіп турап аламыз. Сосын оны маринадтап қоямыз. Маринадқа не қажет? Маринадқа видеода көрсетіп қойдым. Яғни тұз, қара бұрыш, паприка, соевый соус, сұйық май қажет болады. Осылығын барлығын филеге қосып, араластырып 5 минутқа тындырып қоямыз. Енді баклажанымызды қалауларыңыз өздеріңіздікі, қалай тұрайым десеңіздер, мен енді кубиктап тұрадым. Баклажанды міндетті түрде картофельный крахмалға араластырамыз. Сол кезде баклажан хрустящий болып шығады. Кубиктап тұрап алғаннан кейін картофельный крахмалымызды қосып араластырып аламыз. Енді жаңағы куриный филемізді қуыратын боламыз. Оған кішкене сұйық майымызды қосып, табамызды қыздырып алғаннан кейін куриный филемізді салып, екі жағын аударып отырып қуырып аламыз. Сосын біраз кішкене су қосамыз. 5 минутқа суда бұқтырылғаны дұрыс болады. Келесіде баклажанымызды сұйық майға қуырып аламыз. Ол өте тез жылдам қуырылады. Баклажанымызды қуырып алғаннан кейін келесі перецімізді турауға кірісеміз. Оны да өз қалауларыңыз, мен жіңішке етіп турап алдым. Сосын петрушкамды да турап алдым. Барлығы қуырылып болған соң енді салатымызды жинауға кірісеміз. Міне барлығын бір ыдысқа салдық. Бір ыдысқа салып алған салатымыздың үстіне паприкамызды, қара бұрышымызды қосамыз. Қара бұрышты аздау салсаңыздар болады, себебі ашты болып кетуі мүмкін. Келесі sweet chiliді қостым. Sweet chili бұл Арой фирмасынікі. Салатқа өте ерекше дәм береді, өзіме қатты ұнайды. Алсаңыздар өкінбейсіздер деп ойлаймын. Sweet chili'ден кейін соевый соустың мен 2 түрін қостым, себебі менде
екеуінің дәмі екі бөлек, біреуі қою, біреуі сұйық, салатқа ерекше дәм береді деген оймен екі түрлі соевый соус қостым. Ал сіздер үйде қандай соевый соус бар, соны қоссаңыздар болады. Енді жақсылап араластырып аламыз да, одан кейін тұздалған орехымызды саламыз. Салғаннан кейін тағы бір жақсылап араластырып аламыз. Бұл тұздалған орех салатқа өте ерекше дәм береді. Жасап көрсеңіздер болады. Салаттың дәмі өте ерекше, дәмді. Сіздерге ас болсын деймін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесіде тағы бір салаттың ерекше түрін көрсететін боламын. Сау болыңыздар.